бүгін үй жағдайындағы спорт. Мынау 5 lb, бұл дегеніңіз 2,5 кішкене килограмм. Үй жағдайында бүгін спорт жасаймыз. Сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Атыраудан, бұрын сәлем, Стамбулдан деп айтатын едім. Бүгін үй жағдайында спорт жасаймыз, фитнес жасаймыз, кішкене растяжка чуть-чуть, одан кейін ары қарата телефоннан қарап спорт жасаймыз. Бүгін қол күні, кеше емес, сонар күні спорт залға барғанбыз, соңғы күнім болды, абонемент бітті. Енді үйден жалғастырамыз, өйткені мен жалғастырған жоқпын осы спорт залдың абонементін, өйткені айлық абонементін. Өйткені мен уже кетем 2 аптадан кейін, сол үшін жазылған жоқпын. Үйден жасаймын дедім, аптасына 3-4 рет үйден жасаймын. Өзімнің йога матым бар, валигім бар, гирма, гантельман деп айтады. Менің апамның подружкасынікі жоғарыда тұратын, сол берген еді, сол үйден жасаймын деп шештім. Қазір мен бірге болыңыздар. Ертең енді Египетке көшкен кезде өзіміздің жалдаған үйіміздің қасында болатын болар деп ойлап тұрмын. Жолдасым негізінде бар спорт зал деп айтқан, енді барып қарау керекпін. Егер жақсы, таза болса барып жүремін. Егер таза, өзіме ұнамаса спорт зал ол жақтағы, онда сол жақтан гир сатып аламын. Осындағы йога матымды бәрін алып кетем. Тек қана гантельдерді алмаймын. Апамның подружкасы болғасын, просто маған уақытша берген еді. Маған емес, вообще апама уақытша берген еді, сонымен қолданып жүрмін. Соны анда-барғанда сатып аламын деп ойладым. Бірақ барғанда спорт залда міндетті түрде барғанда қараймын. Қазір енді мен бірге болыңыздар. Жаңа мен таң асымды ішіп алдым. Обычный таңғы ас. Бірақ мен бүгін ауырып жүрген соң аузым дәм білмейді, тек қана кофе ішіп алдым. Сосын болды, басқа ештеңе ішкен жоқпын. Су ішіп алдым. Енді осымен заниматься етемін, пока күшім бар дейсің. Негізінде таңертең дейтін дұрыс жасамай тұрмын. Таңертең негізінде белок жеу керекпін. Обычно 2-3 жұмыртқа, сосын йогурт дегендер, айран ішіп сөйтіп жейтін едім. Ауырып жүргеніме бірнеше күн болды, сол себепті кішкене аузым дәм білмегесін, жеген тамағым бәрінің дәмі жоқ, бір пластмасса бірдеңе жеп жатқан сияқты боламын да. Сол үшін ештеңе жемей жүрмін. Кішкене дәмін қараймын, жемейді емес, жеп жүрмін ғой енді, бірақ бұрынғыдай бір ләззатпен жемеймін тамақты. Сол батпай жүр. Сондай балам екеуміз ауырып қалған жағдайымыз бар. Енді кеттік, мен бірге болыңыздар. Күш көп болсын бізге, мен бірге спорттарыңызды жасаңыздар, жаттығуларыңызды жасаңыздар. Мүмкін дұрыс емес жасайтын шығармын, бірінші рет жасайын деп тұрмын үйден. Негізінде мен спорт залда тягаларды тартамын ғой негізінде. Енді осы жолы қазір үйден кішкене техникасы чуть-чуть дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ қолымдағы гантельдер ауыр емес ондай. Мен негізінде 7-5, 2 қолыма 5-5-10 гантель или 7 гантельден, 6 гантельден алатын едім. Тягалар тартқан кезде, аяққа жасаған кезде, қолмен жасаған кезде 60 килограмм, 50 килограммдар тартатын едім. Но енді жеңіл, техникасы чуть-чуть қате болған болса да әйтеуір ауыртып алмаймын да бір жерімді. Сол қазір енді Инстаграм аман болсын. Инстаграмда қазір тренерларға бәріне подписанымын, солар көрсетеді техникасын, соның бәрін өзіме сақтап алған едім, соларды қарап қазір бірге жасаймыз. Бірінші мынандай разминка жасап аламыз. Инстаграмнан көріп қалдым. Инстаграм емес, ютубтан көріп қалдым. Телефон қарап отыр. Телефон қарап отырғанда осылай жасап алу керек та барлық заттарымызды, шаруаларымызды. Телефон қарап ұстатып қоямын телефонды осылай шаруаны жасап отырған кезде. Қазір енді міне мынандай жаттығулар жасаймыз. Мына жерде көріп тұрсыз ба, әртүрлі етке, қол етке, арқа етке арналған
жаттығулар. Менде как раз гантелі бар, осылармен жасаймыз. Негізі бұл жаттығулардың бәрі мен тяга тартып спорт залы жасаймын ғой, бірақ енді жоқ болғасын, спорт залы жоқ болғасын, осындай гантельмен жасаймыз. Енді кеттік, бірге болайық, бірге болыңдар. Айтпақшы негізінде мен үлкен салмақ тартқан кезде 15 рет жасаймын. 3 подходтан 3 рет 15-15-тен. Енді мынау жеңіл болған соң мен бұны қазір 20 рет жасап тұрмын. Жаңа қарадым, арнайы 15 рет жасағанға ондай ауырған жоқ. 20 рет жасағанда кішкене сол жағында ауырып бастады. Сол үшін 20 рет жасаймын. 3 подходтан жасаймыз. Жалпы білесіздер, мен қазір демалып жатырмын. Бірінші подходтың арасында 1 минуттай саламын. Сөйтіп әр подходтың арасында 1 минуттай саламын. Жалпы өткенде бір влогта айтып кеттім ғой, негізі спорт залға барған кезде 10 минут жүремін мен. Сосын 1 сағат силовой жасаймын. Сосын 1 сағат қайттан жүремін. Или же мына эллипс жасаймын, или же жүремін. Сол турт деген скоростьпен сол жағында 1 сағат жүремін. Енді қазір бізде жаңа разминка жасадық 5 минуттайда. Сосын осы жаңағы жаттығулар жасаймыз. Сосын соңында жаңағы айтқандай осы ютубты қосып қоямын да, 10 мың шаг жасаймын. Сол бүгінгі жаттығуым сол болады, бүгінгі программам. Осы ертең демаламын да, ары күні аяққа жасаймын, сөйтіп кезектестіреміз. Кеттік, екінші подходқа 1 минут болды ма дейді. Біз мынаны жасадық қазір. Соңғы 3-ші подходта уже қолым ауырып бастады. Енді мынаны жасаймыз. Тоже сосын накошты шегенде осылай жасаймыз. Бұл қолдың алдына, артына, білектің осылай. Сосын былай да. Сосын осы тұрғаны 6 упражнениеда 6 жаттығу. Сосын арқаға жатып жасаймыз, оны көрсетемін сіздерге. Сонымен болды. Жаңағы 10 минут 10 мың шаг жасаймын ютубтан. Сонымен бүгінгі жаттығуым оңай көрдіңіздер ме? Ондай қиындық жоқ. Осына дисциплина керек. Сосын күнделікті жаңағы тастамау керек. Аптасында 3 рет жасасаңыз жетеді. Және де өзіңіздің салмағыңызға сай су ішсеңіз болады. Мен мысалға 0,5 суда бутылка тұр, 0,5, сонымен 5-6 сөйтіп ішемін. Спорт залға барғанда міндетті түрде 2 бутылкасын ішемін, 1 литрін ішіп келемін. Сосын оған дейін кешке дейін сол 2 литрін ішемін үйде жүріп, сосын кешке спорт залға барғанда 2 бутылкасын ішемін, сонымен общий 2,5-3 литр болады. Сосын ұйқыңыз түзеу болады. Мен түзету керек. Ұйқым менің қазір түзеу емес. Дұрыс ұйықтап жүрген жоқпын, жай жатып жүрмін. Сол жөнінде мүмкін салмақ түспей жүргеннің жалпы негізінде жаттығудан кейін кешке келіп жату керек, ұйықтау керек. Мына мышцы деген адамның еті күндіз жасап келесіз ғой, кешке таңертең жасайтын боларсыз жаттығуды. Сол кезде олар түнде ұйықтағанда микротрещиналар жыртылғандар, мысалы күндіз манандай ауыр көтеріп ауыртып жасайсыздар ғой, мына қасты ауыртып, сосын қас деген зетті ауыртып, сосын келесі күні ауырып жүре алмай, қолыңызды көтере алмай жүресіз ғой. Сол негізі жыртылған деген сөз, ішінен микротрещиналар болады. Сол ұйықтаған кезде солар дейтін, ол еттің волокналарымен бірігіп жамайды да, сол кезде ет өседі екен. Мен сөйтіп оқыдым енді. Сол кезде ол тек ұйықтағанда болады екен. Сол кезде жақсы демалу керек. 8 сағаттан кем емес ұйықтау керек. 8 сағаттан жоғары ұйықтау керек. 8 сағат және одан көбірек. Аз ұйықтауға болмайды. Сол қазір бірақ мен ұйқым дұрыс болмай жүр. Сосын жаңағы суды айттым, жаттығу, сосын ұйқы, тамақ. Жаттығулар негізі тек қана барлық комплексті қом алған кезде, арықтау процесі қом алған кезде жаттығу тек 20% ғана алады, 80% ол тамақ, ұйқы, су, осылар. Бұлар үшеуі болмаса, сіз қанша 3 сағат, 4 сағаттап жаттығу жасай беріңіз, ешқандай да өзгеріс болмайды, ешқандай да арықтау болмайды. Өйткені
ұйқыңыз дұрыс емес, жаңағы восстановление болмайды, тамағыңыз дұрыс емес, дефицит калория жасау керек. Дефицит калория болмаса, көп жей беретін болсаңыз 2000 салмағыңызға сай дефицит шығарып аласыздар ғой. Мына интернетте қазір бәрі бар. ChatGPT-ға жазсаңыз, бойым осындай, жасым осындай, салмағым осындай десеңіз, өзіңіздің күнделікті калорияңызды шығарып береді. Өмір сүруге қанша калория жеу керек тамақ. Калория дегеніміз ол энергия, да, қанша тамақ углевод жеу керек деген сияқты, энергия алу керек деген сияқты. Ал арықтау үшін осыншама керек деген. Арықтауға обычно дефицит калория жасайды, аз жеу керексіз. Мысалға мен 2200 калория, 2200 калория жеу керекпін, бірақ менің арықтау үшін 1700 калория жеу керекпін. Негізі 1700-1900 деп сөйтіп шығарып береді, бірақ мен 1600-дің ішіне сыйдыру керекпін. Одан аз жеуге болмайды. 1000-ға дейін кесіп тастамаңыз. 1000-ға дейін кесіп тастайтын болсаңыз, калорияңызды неңіз, организміңіз стресс болып қалады. Стресс болады, тамақ аз деп. Что-то тамақ аз жиырылып жатыр. Біздер мына терінің астына майды сақтайық, что-то аз жиырылып кетіп жатыр деген сияқты. Сол үшін тез артап болмайсыз. Сол үшін жаңағы организмді алдап, жаңағы қатты аз емес, көп те емес, өзіңіздің орташасын шығарып береді. Өздері мына калькуляторлар бар интернетте. Соған жеткізіп жесеңіз, жайлап, бірақ арықтайсыз. Сол оның бәрін мен біліп отырған сияқты, бірақ толық болып отырмын, просто менде дисциплина жоқ, менде жаңағыдай жеп қоям, кеш жатып қоям деген сияқты. Менде дисциплинадан қарамаймын негізінде. Барлық жағын біліп отырсам да, негізінде көп адамдар негізінде өзінің минусын барлық адам біледі. Сол минусты олар изучить етеді адамдар. Келіп біреулер ақыл айтқан кезде саған бүйту керек, саған сөйту керек дегенде, оның бәрін дейтін адам бұрыннан мен сияқты егер кішкентай кезден толық болса, оның бәрін изучать етіп оқып саған болады. Біліп жүреді ішінен бәрін. Қалай жасау керек, не жасау керек. Просто адамда дисциплина жоқ. Дисциплина жоқ болғасын, еріншек болғасын, жасамайды да оны. Или жасап жүрсе де, негізі жасағанда именно салмаққа келген кезде күнделігін жасау, бірақ анализ тапсыру керек басында. Анализ, дефицит, витаминов или гормондар, бірдеңелер дұрыс емес болатын шығар мүмкін. Содан да адамдар арықтамауы мүмкін. Так, егер осы жаңағы айтқандарымды жасасаңыз, именно салмақты айтып жатырмын, басқа ауруларды айтып жатқан жоқпын. Салмақ түседі. Бірақ алдын ала эндокринологқа барып тексерілген жөн. Анализден тапсыру керек, мүмкін ішінде бірдеңе щитовидкада проблема шығар, басқа гормондарда проблема шығар, инсулин көп шығар деген сияқты. Сондай проблемалар болған кезде адамдарда кішкене басқаша тамақтану керек деген сияқты. Сосын үлкен салмақтылар дейтін, мысалға секектеп, секіріп, сөйтіп жатады, жүгіріп жатады, олай болмайды үлкен салмақтағыларға, мен сияқтыларға. Ол өйткені ақтаймын жүріп, сіз жүрегіңізді түсіріп аласыз, буындарыңызды әлсіретіп аласыз деген сияқты, сүйектеріңіз мүжіліп бастайды деген сияқты. Сол себепті эндокринологқа барғаныңыз бірінші дұрыс, міндетті түрде. Сосын барып уже маған эндокринолог мысалға плавание, йога деп айтты. Бірақ мен плавание, йога емес, осылай бір жерде тұрып силовыйлар тартқаным маған өзіме ұнайды солай. Сосын жаңағыдай растяжка, просто жүру, сол өзіме ұнайды, соны таңдадым. Сөйтіп жасасаңыз салмағыңыз түседі. Так, келесі жаттығуға кеттік. Ол жаңағы жаттығуымыз осыны секілді.
жаңағы инстаграмдағы 6 жаттығудың бәрін жасадық, бірақ қазір тағы арқама жасаймын. Сосын болды. Сосын тағы мынандай жаттығу бар, мына жерге арналған, оны бәрі біледі. Соны жасап тастайын да 15-15-тен. Негізі үйде жасаған күшті екен. Өзің рахаттанып, ешкім жоқ жасаған жақсы екен. Ұнап тұр. Енді көреміз, анда барғанда басқа жерге көшкен кезде, Египетке көшкен кездегі спорт залдарды қараймын енді. Бірақ ол жақта әйелдер көп бармайтын сияқты болып тұр, еркектер болатын сияқты болып тұр. Кішкене қорқамын дейсің де. Бірақ күндіз барып келуге болатын сияқты. Енді Египетке барғасын көреміз, қалай болатынын. Ұнап жатса, мүмкін үйде. Просто үйде постоянно не керек. Қалай төсек диванға жата қалу оңайлы ғой негізінде. Үйде қазір жасай қоямын ғой деп итере беріп. Ал спорт залға ақшасын төлеп қойған соң, уже өзіңді көтересің да, ақшаны төлеп қойдың, бар босынан бос болмасын деп. Сондай сияқты. Болдық енді арқаға. ютубқа жазамыз қазір 10.000 қадам деп, 10.000 шаг, 10 000 шагов дома деп жазамыз. Сосын осы жерде 30 минуттық, 33 минуттық дүниелер бар екен. Мынандай дүниелер қазір көрсетейін. Не көрдіңіздер ме? Түрі бар. Осыны қазір қыздардан таңдадым. Қазір осыны жасап қараймыз, бірге болыңыздар. Қыздар, жаттығуын бәрін бітірдім, кардиомды бітірдім. Енді бір жағынан зарядкамда отырып жатыр екенмін, камерамның. Осымен аяқтайық. Бүгінгі күн тек жаттығуларға арналды, менің режиміме арналды. Мен бірге жаттығу жасаңыздар, арықтап жүрсеңіздер. Сол алда тағы да осындай рубрикалар болып тұрады. Енді келесі аяққа жасаған нелерімді көрсетемін, тоже бұйырса түсірем. Енді негізі көп аяққа жаттығуларды не істеймін, қайналам бар ғой, аяғым ауырады. Осындай қолмен жасаған жақсы көремін, бірақ енді түсірейін, тоже бір контент болсын сіздерге. Аяққа, көтенге қалай жаттығулар жасау керек. Сол, мен бірге болғандарыңызға рахмет. Подписка жасаңыз, комментарий тастаңыз, қанша арықтап жатсаңыз, мен бірге арықтаңыз, бірге арықтайық. Сол, осы бір айдың ішінде 5 килограмм арықтадым. Мен алды тағы да қанша килограмм арықтайтынымызды көреміз. Бірге болыңыздар. Арықтау жалпы салмағым жайлап түсіп жатыр. Өйткені мен бұрынғыдай емес, бұрын жаттығуды жасайтын болдым, мен қазір ауыр салмақтарды көтеріп жүргесін. Майдың орнына не кетіп алады, майда кетеді, бірақ ет жиналады да. Сол үшін салмақ аз-аздан түседі. Мысалға 1 килограмм май түссе, оның орнына жарты килограмм или 1 килограмм ет жиналу керек. Қас деп айта беремін, турецкий ет жиналу мүмкін. Сосын манағы вес сөйтіп тұрады, бірақ объемнан кетеді.
Енді майдың көлемі үлкен, еттің көлемі аз, бірақ екеуі бір салмақ тартуы мүмкін да. Сол сияқты білетін адам менің не айтып тұрғанымды түсініп тұр негізінде. Жеткізе алып тұрсам енді ойымда дұрыс. Сол маған подписываться етіңіздер. Батарейкам отырып жатыр. Подписываться етіңіздер, тіркеліңіздер, комментарий тастаңыздар, лайк басыңыздар, мен бірге болыңыздар. Сол, рахмет, пока-пока. Кеш көп болсын.